Достар, сіздер өздеріңізде көріп тұрған шығарсыздар. Қазір біз басқа жерде сүріп жатырмыз. Бұған себеп біздің үйреншікті жеріміздің бос болмауы. Сол кезде Петрғали ағамыз бізге көмектесуге келісіп, осы студиясын берген болатын. Сондықтан Петр Воликов және Спорт Шрёдингер арнасына үлкен рахмет. Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, сіздермен бірге Азамат, біз Азамат Спорт YouTube арнасындамыз және бүгін ММА туралы сөз қозғайтын боламыз. Соңғы кездері бізге қызық бірнеше ақпараттар пайда болған еді. Алдымен Бұласу Алмабаевтың UFC рейтингтеріне көтеріліп, чемпиондыққа тағы да бір қадамға жақындауы. Шавкат Рахмонов қаншалықты UFC чемпионы болуға дайын? Бәлкім Белалдан соң Шәкең орта салмаққа ауысуы мүмкін шығар. Жылдың басында UFC-ге қосылған нокаутер Бекзат Алмаханның қайта оралуы және де қалған қазақ жауынгерлері жайлы да әңгіме айтатын боламыз. Әсіресе Азат Мақсұмның ауыр жарақатынан қайта оралып, жылдың соңына таман жекпе-жек өткізуі. Сонымен қатар UFC-ге жаңа қосылған Диар Нұрғожай мен Николай Веретенниковтың болашақтары. Қысқасы, айтатын әңгіме өте көп. Сондықтан сүт пен шайыңызды ішіп, асыңызды дайындай берсеңіздер болады. Ал біз бастаймыз. Кеттік. Достар, бұл видео басталмас бұрын шамалы ғана айтарым бар. Біздің Азамат Спорт YouTube арнамыз ресми 10 мың тіркелуші жинады. Бұның барлығы сіздердің арқаларыңыз. Егер де сіздер бізді қолдап, әр видеомызға лайк басып, комментарий жазбағанда, бұндай жетістікке біз жете алмайтын едік. Сол үшін сіздерге мыңда бір алғыс. Көп-көп рахмет. Алла разы болсын. Осы видеоға да лайк басып, 5 сөзден тұратын комментарий жазып кетсеңіздер болады. Мысалы, Шавкатпен Асу UFC чемпионы атана ала ма? Пікір жазыңыздар. Сонымен қатар, осы видеомен достарыңызбен бөлісіп, қазақ тіліндегі контенттің дамуына бірге үлес қосайық. Сонымен, қазіргі кезде қазақ жауынгерлері әлемнің үздік лигасында керемет келе жатыр. Егер де Шәкең басын ұстап, сенімді адамдармен UFC чемпиондығына келе жатырса, Асу Алмабаев та қалыспай, қойған мақсатына сенімді келеді. Өткен жексенбі күні Асу UFC-дегі өзінің 4-ші жеңісіне қол жеткізді. Сол кезде рейтингте 14-ші тұрып, 7-ші орында тұрған бразилдік Матеуш Николауды жеңген еді. Соның арқасында аса жеңіл салмақ рейтингінде бірден 2 есе көтеріліп, 7-ші орынға жайғасты. Ал оның қарсыласы болса, 3 орынға төмен түсіп, 10-ші тармақта алып отыр. Және сол жекпе-жектен кейін біздің Асу чемпиондыққа дайынмын деп мүмкіндік беруін сұрады. Жалпы егер де мына мұхачтардың салмағына көз жүгірсек, бұндай жетістікке ие болсаң, смело чемпиондық үшін төбелесіп кетуіңе болады деп ойлаймын. Өткен жолы Стив Эрцег дәл осылай чемпиондық мүмкіндікке ие болған. Бірақ ол кезде бірнеше факторлар бірінің үстінен біріне құрылып, сондай сәтті осы Стив Эрцег қолданып кеткен еді. Ал Асудың жағдайында қазір дивизион біраз қызыққа толы болып тұр. Менің ойымша, чемпиондыққа қол жеткізу үшін алдымен топ 5-тен бір жауынгерді жеңу керек. Мысалы, келесі аптада болатын Брэндон Морено Амир Аль-Базижовының ұтылғанымен кездесу керек. Немесе австралиялық Кай Кара Франс. Егер де бұған дейін Асу бұл жауынгерді жекпе-жек өткізуге шақырғанын еске алсақ, бұл кездесу әбден өтуі мүмкін. Сол кезде келесі чемпиондыққа үміткерді анықтайтын жекпе-жек деп смело айтуға болады. Тағы да бір қызық кездесулердің бірі Тацура Тайра. Жапондық жауынгер керемет жеңіс сериясында келе жатты. Және UFC оған чемпиондық мүмкіндікті бергісі келген еді. Алайда өткен аптада қырғын төбелесте Брэндон Ройвелдан төрешілердің бөлінген шешіммен жеңіліс тапты. Сондықтан бұл ақауды жабу үшін мықты бір жауынгермен кездескісі келетін болар. Ал Асу Алмабаев қазір өте керемет келе жатыр. Сол үшін екі мықты проспекттің жекпе-жегі барлығына қызық болады деген ойдамын. Жалпы Асуға әңгіме жоқ. Соңғы 7 айда 3 рет төбелесіп, ақпан айының соңына дейін, яғни Рамазан айына дейін тағы да бір рет жекпе-жек өткізуді көздеп отыр. Бастысы финиш керек. Қылындыру әдісімен немесе тіпті нокаутпен. Бұл жағдайда Асу өте мықты хайпқа ие болатын еді. Бірақ соның өзінде де жақсы келеді. Кез келген ұсынысқа келісіп, жекпе-жектер өткізіп келе жатыр. Ал біздің білуімізше, UFC бұндай жауынгерлерді жақсы көріп, ары қарай көтере беруге дайын. Сондықтан бәлкім келесі жылы біздің Асу UFC чемпиондығы үшін төбелесіп, екінші қазақ UFC чемпионы атанады деген ойдамыз. Ал бірінші UFC чемпионы атанатын қазақ жауынгері Шавкат Рахмонов 8 желтоқсан күні Лас-Вегас қаласындағы T-Mobile аренасында қазақстандық жауынгер UFC 310 турнирін басқарып, Белал Мұхаммедпен чемпиондық үшін жекпе-жек өткізеді. Бұйырса, барлығы жақсы болса, Шәкең UFC чемпионы атанады. Жалпы бұл ойды тек біз ғана емес, батыс елдің жанкүйерлері мен мамандары айтып келеді. Олар үшін Шавкаттың аурасы өте керемет көрінеді. Табиғаттан берілген ерекше қасиеттерге ие. Ал егер де оның қарапайым екенін еске алсақ, бүкіл елдің жанкүйерлерінің махаббатына бөлене алады. Әсіресе анау UFC-де контент жасап жүрген Нина Драма деген қызбен сұхбаттары. Өткен жылы айтқан сөздері әлі күнге дейін американдық пабликтерде хайп жинап шулатып келеді. Ал Белал болса интригант ретінде Шавкат туралы айтуын тоқтатпады. Өзінің Submission радио арнасында берген сұхбатында Шавкатқа
қарсы чемпиондық жекпе-жек туралы былай деген: Камаруды ешқашан қарастырған жоқпын. Келесі қарсыласым Шавкат боларын басынан білдім. Жай ғана трэш-ток жасау керек деп шешкен едім. Ол UFC-де бұндай жекпе-жек өткізбеген. Сондықтан жақсы бір сабақ болады. Ешқандай өшпенділік жоқ. Керемет жекпе-жек болады деп ойлаймын. Бұл шайқас мені жартылай орта салмақ дәрежесіндегі ең үздік жауынгер екенімді көрсетеді деген болатын. Жалпы Билал біраз әңгімені жіберіп қояды. Қалай ойлайсыздар, Шавкат Билалды жеңіп, UFC чемпионы бола ала ма? Пікір жазыңыздар. Бәлкім Шавкаттың мансапында қандай да бір аураға толы мықты қарсылас болмайды деп ойлаймын. Себебі қазірдің өзіндегі топта тек Мадалена мен Енгери ғана Шавкатқа шамалы болса да қарсыластық көрсете алады. Ал қалған шалдар мен ортаңқол жауынгерлерге көңіл бөлудің керегі жоқ деп ойлаймын. Жалпы егер спорт жағынан қарайтын болсақ, осы жартылай орта салмақ дәрежесінде оған мүлде қарсылас жоқ. Бәлкім 1-2 жылдан кейін қандай да бір жас проспект шығып қалар. Бірақ қазір тек төбелес жағынан қарайтын болсақ, бүкіл UFC-де Шавкаттан үздік жауынгер жоқ. Бәлкім жеңіл салмақтан ислам көтеріліп, бір қызық шайқас көріп қалуымыз мүмкін. Немесе де Шавкат өзінің чемпиондық белбеуін 2-3 рет қорғап болғасын, орта салмаққа көтеріліп, екінші белбеу үшін төбелесетін шығар. Алайда ол үшін барлық факторлар бірінен соң бірінің үстіне әдемі жатып, ыңғайлы қарсылас болуы керек. Дегенмен Шавкат мансапында 3-4 миллион долларға қол жеткізіп, UFC тарихына ене алады. Жалпы жаңа айтып кеткенімдей, Шавкат американдық жанкүйерлерге өте қызық, экзотикалық образ деп айтсам да болады. Қазақ жауынгері басына тымақ киіп алып, қарсыластарын бульдозер секілді басып өтіп келеді. Орта ғасырлық Шыңғыс ханның образы оларды қатты қызықтырады. Сондықтан біз асыра қатты сілтеп айтып жатқанымыз жоқ, тек қана факттар. Бірақ бір ғана зат бойынша өте қатты қобалжып қорқып жүрмін. Бұл Шавкаттың денсаулығы. Қазір міне жасы 30-ға келді. Былай айтсақ өзінің пикінде. Бірақ соның өзінде де 2 жылға жоқ өткізіп алды. Ал бұған дейін кішкентай жарақаттар алып жүргенін көрдік. Сондықтан чемпиондыққа қол жеткізгеннен кейін максималды экономды түрде төбелесу керек болады деп ойлаймын. Бұл туралы Шавкаттың өзі де айтқан енді. Ендігі кезде бекерден бекер тәуекелге бармайды. Мысалы, өткен жолдағыдай салмақ жасаған адамдармен шықпайды. Керек емес рубка жасамай, тек жеңіске жету жолдарын көздейді. Сондықтан барлығы жақсы болса, Шәкең ең үздік жауынгер болады. Ал енді басқа да қазақ жауынгерлері жайлы айтып кетейік. Азат Мақсұм 17-де 1 рекордына ие, ал UFC-де 1-де 1 деген рекордпен келе жатыр. Тамыз айында Азат өзінің 3-ші жекпе-жегін өткізуі керек еді. Алайда ауыр жарақат алып, жекпе-жегі болмай қалды. Қазіргі сәтте Азат жарақатын толығымен емдеп, өз-өзіне қайта оралып жатыр. Жалпы жекпе-жектерінде сәл қысылып төбелесетін сияқты. Сондықтан осыған жұмыс жасап, менталдық денсаулықты жөнге келтіру керек деп ойлаймын. Және медиа саласында өзін көрсету керек. Instagram желісіне посттарды көбірек салып, қандай да бір контент жасап, қарсыластарымен оқиғаларды тудыру керек. Себебі бір жыл ішінде тек жекпе-жек кезінде ғана Қазақстанда шулап бастайды, ал басқа уақытта үнсіз жүр. Сондықтан өзіне керек хайп жинап, жеңістерге жете бастау керек. Кезекте келесі Бекзат Алмахан. Егерде Азатқа шулау керек деп әңгіме айтсам, бұл жолы барлығы келісінше болады. Бекзат өте батыл жауынгер, аз уақытта жекпе-жекке келісіп, тәуекелге баруға дайын. Сол үшін біздің басқа да жауынгерлеріміз Бекзаттан үлгі алуы керек. UFC-ден ұсыныс келеді деп күтпей, бірден қозалқы жауынгер болып, топ қарсыласпен кездесті. Иә, жеңіліп қалды. Иә, кейін жарақат алды. Алайда бұл тәуекел өзін толығымен ақтап шықты деп ойлаймын. Енді тек аман-есен қайта оралуын күтеміз. Жалпы Бекзатпен жеке сөйлескесін, мінезі мықты, менталкасы керемет екені бірден байқалады. Соққылары ауыр және әрдайым дәл тиеді. Күресіне біраз сұрақтар бар шығар. Алайда соңғы жекпе-жегінде өзін дұрыс көрсете алмады. Бәлкім толықтай дайындалып, жақсы күйде шықса, қарсыластарын ойнап жүріп шашып тастайтын шығар. UFC рейтингтеріне кіру үшін 1-2 жекпе-жек жеткілікті. Тіпті Смила топ 10-ға да кіріп кетуге болады. Себебі Сонг Кидонг секілді жауынгерлер жеңіске жетіп жүр. Ал біздің Бека барлық жағынан қытайлық та мықты. Сондықтан тезірек қайта оралуын күтеміз. Қазіргі сәтте Бекзат Таиландта оқу-жаттығу жиындарын өткізіп жатыр. Бәлкім жекпе-жекке ұсыныс келіп, жақын уақытта анонс болатын шығар. Кезекте келесі Дияр Нұрғожай. Осы айдың басында Дана Уайттың үміткерлер сериясына жеңіске жетіп, UFC-мен келісімшартқа отырды. Және сол кезде керемет жеңіске жетіп, қарсыласын нокаутқа түсірген еді. Ал бұған дейін американдық PFL лигасының бұрынғы чемпионын нокаутпен жеңді. Оның алдында Хабибтің Eagle FC лигасының чемпионы атанып үлгерген еді. Әуесқойлар арасында да біраз жетістікке қол жеткізді. Тіпті Шавкаттан да мықты дәрежелерге ие. Сондықтан сөзсіз әлемнің үздік лигасын шулатуы керек. 100% топ 15-ке кіреді. Ал ары қарай барлығы өзінің қолында. Және соңғысы Николай Веретенников. Жалпы біраз сұрақтар тудырып отыр. Сөзсіз жасы үлкен, UFC-ге кіргеннің өзі керемет. Бірақ менің болжамым бойынша тек 3-4 жекпе-жекке ғана. Соңғы жекпе-жегінде өзін дұрыс көрсетпеді. Ары қарай шабуылдап, дұрысынан жеңісті алып кету керек еді. Дұрыс аша алмады, немесе де қарсыласын тым қатты көтеріп жіберіп, қандай мешок екенін кеш түсінді. Бәлкім кем дегенде бір жеңіске жете алады. Бірақ қандай да бір топ деңгейге шыға алмайды деп ойлаймын. Қозалқы жауынгер болып
алып, компанияға көмектесіп жүрсе, керемет болар еді. Нил Магни секілді болып, жақсы ивенттерде төбелесетін шығар. Алайда, топ 15-ке кіруге уақыт жетпейді. Соңында енді шамалы бокс туралы айтып кетейік. Кәсіпқой бокстан орта салмақтың көшбасшысы Жәнібек Әлімханұлының келесі қарсыласы жайлы әлі күнге дейін сыбыстар жүруде. Өткен жолы Жәнібек Хамза Ширазбен кездеседі деген едік. Сол кезде WBO ұжымы Жәнібекке міндетті қарсыласты қойып, жақын уақытта келісуді бұйырды. Алайда, тап бүгін міне соңғы күн болды. Ал жекпе-жектің анонсы әлі күнге дейін жоқ. Бірақ Жәнібектің промоутері барлығы жақсы болады деп сенімді отыр. Бәлкім Лондон қаласында немесе де Эр-Риядта Жәнібек Шираз кездесуін көретін шығармыз. Ал бұл жекпе-жек жайлы ойымызды өткен видеода айтып кеткен едік. Төмендегі сілтеме арқылы өтіп, қарап кетсеңіздер болады. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Қалай ойлайсыздар? UFC-дегі қазақ жауынгерлердің болашағы қандай болмақ? Пікір жазыңыздар. Міндетті түрде видеоға лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, осы видеоны достарыңызға жіберіп, қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық. Алға Қазақстан. Қазақстаннан тағы бірнеше жауынгерлер шығып, бүкіл UFC-ді жаулап аламыз. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.